Ассалаумағалейкум достар, баршаңызға сәлем. Қалдарыңыз қалай? Мына артында тұрған көліктерді бүгінгі шығарылымда бағаларына шолу жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін көріңіздер, лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Бізге керек сол. Ал біз онда шығарылымымызды бастаймыз. Бірінші көлік бізде Renault Sandero Stepway. 2014 жылғы екен. Көлік сұр түсті. 112.000 километр жүрген. Қозғалтқышының көлемі 1.6 автомат. Бағасы 4 миллион теңге сұрап тұр екен. Сырты сүр, іші қара түсті. Матадан жасалған салоны. Автомат. 1.6. Арқасын көрсете кетейік. Мына жерлерде майысқан жерлер бар екен. Келесі көлік бізде Renault Logan. Ақ түсті. 2014 жылғы 160.000 километр жүрген екен. Қозғалтқышының көлемі 1.6 автомат. Іші қара матадан жасалған. Бұл көліктің бағасы 3 миллион 250 мың теңге деп сұрап тұр екен. Көрініп тұрғандай. Ішіндегі салонның жағдайы қатты ескірген деп айта алмаймын. Келесі көлікке өттік. Ендеше мына жағын көрсете кетейін. Көліктің қатты көзге көрінетін ақаулықтарын көріп тұрған жоқпын. Келесі көлік бізде Toyota Scion. Аккумулятор отырып қалған ау, соған қарағанда. Toyota Scion. Дұрыс айттым ба, достар? Scion ба? Өте сирек кездесетін көлік. 2008 жылғы 180 мың километр жүрген екен. 1.8 қозғалтқышының көлемі автомат. Бағасы 4 миллион теңге сұрап тұр екен. Сырты қара түсті, іші қара түсті. Көліктің іші матадан жасалған екен. Қатты ескірген деп айтылмаймын, мына рульге де қарасақ болады. Жалпы бағасы 4 миллион теңгеге. Осы көліктерді айдаған адамдар болса, осы астына комментарийге отзывтарыңызды қалдыра кетсеңіздер, қаншалықты бұл көлік жақсы, қаншалықты ескірмейді, қаншалықты бұзылмайды, соның барлығын. Мен білем, кішкене кетіп қаппыз. Достар, ендеше келесі көлікке өттік. Келесі көлік бізде Hyundai i30 2014 жылғы 112 мың километр жүрген екен. 1.6 қозғалтқышының көлемі автомат. 5 миллион 750 мың теңге. Іші матадан жасалған. Сырты қоңыр түсті. Хэтчбек. Қазір көрсетемін. Яғни бензинмен жүреді. Алдыңғы жетекті көлік. Міне. Көлік хэтчбек. Мына көлікті алдыңғы шығарылымда көрсеткенмін. Бірақ сонда да көрсете салайын. Lexus 470 2007 жылғы қара түсті сырты. Көлік 68 мың шаршы километр жүрген екен. 4.7 қозғалтқышының көлемі автомат. Бағасы 9 миллион 650 мың теңге. Іші негізі кожадан жасалған, яғни ақ түсті, бежевый кожа. Бетіне чехол келген, көліктің іші қатты тозған деп айта алмаймын. Бағасы көліктің 9 миллион 650 мың теңге сұрап тұр екен. Келесі көлікке өттік. Келесі көлік бізде Hyundai Tucson. Hyundai Tucson 2018 жылы 64 мың километр жүрген екен. Қозғалтқышының көлемі 2.0 автомат. Яғни алдыңғы жетекті. Бұл көлік бағасы 9 миллион 990 мың теңге сұрап тұр екен.
яғни көлік қатты ескіріп үлгермеген, іші матадан жасалған. Ішінде жағдайы жақсы, сыртында жағдайы жақсы болып тұр. Nissan Qashqai ақ түсті. 2013 жылғы 113 мың километр жүрген екен. Қозғалтқышының көлемі 1.6 автомат. Бағасы 5 миллион 400 мың теңге. Іші матадан жасалған. Рульге қарайтын болсақ, руль кішкене ескірген, бірақ қатты адамдар отыратын жерлері, жүргізуші, жолаушы отыратын жерлері қатты ескірген деп айта алмаймын. Автомат. Алдыңғы жетекті, іші матадан жасалған. Тағаланған баллондар орнатылған екен. Келесі көлік Hyundai Tucson, соңғы моделі 2017 жылғы екен, бірақ 95 мың километр жүрген екен. Қозғалтқышының көлемі 2.0 автомат. Алдыңғы толық жетекті, газ орнатылған екен, ГБО, яғни газ бензинмен жүреді. Іші қара, салоны матадан жасалған. Жалпы жағдайы нашар деп айта алмаймын. Сұр түсті екен, 9 миллион 400 мыңға. Алдыңғы көрсеткенім, яғни сырты көк түстісі 9 миллион 990 мың теңге сұрап тұрған еді. 600 мыңдай разница. Мынау еще толық жетекті екен. Мынау алдыңғы жетекті, мынау толық жетекті. Қозғалтқышының көлемі 2.0 автомат. Екеуінде де. Мынада еще газ орнатылған. Бірақ газды мен кемшілік ретінде санайтын, бірақ ол менің ойымда. Өйткені кішкене ол газды түсінбейтін адамдарға кішкене оны әр уақытта тексеріп отыру керек, уақыт-уақытысымен тексеріп, яғни газ кетпес үшін, өйткені улану әбден мүмкін адамдар ішіндегі. Келесі көлік бізде Toyota RAV4, RAV4 2015 жылға 59 мың километр жүрген. Қозғалтқышының көлемі 1.6 автомат. Толық жетекті, бензинмен жүреді, іші матадан жасалған, ішін жағдайы қатты ескірмеген. Жалпы көлікке 10 миллион 400 мың теңге сұрап тұр екен. Ақ түсті. Белый жемчуг деген түс бар ғой, сол түс. Орыстардың сборкасы, яғни пластмассаларды мөлшер болады. Келесі көлік бізде Hyundai Tucson. Алдыңғы шанағы, соңғы емес. 2014 жылғы екен. 73 мың километр жүрген. Қозғалтқышының көлемі 2.0 автомат. Толық жетекті. Сырты ақ түсті, іші қара түсті, матадан жасалған. Яғни мата мен былғарының комбинациясынан жасалған екен. Қатты ескірген деп айта алмаймын көлік. Яғни осы көлікке 6 миллион 490 мың теңге сұрап тұр екен. Үстінде рейлингтары бар. Шетінде мынандай подножкасы орнатылған. Бойы кішірек адамдарға ешқандай қиындық туғызбайды. Келесі бізде Hyundai Tucson 2 соңғы модельдегі Hyundai Tucson тұр екен. Бірден көзге түсетіні іші кожадан жасалған, яғни комплектациясы жаман емес. 2018 жылғы 70 мың километр жүрген екен. Қозғалтқышының көлемі 2.0 автомат. Ақ түсті, іші қара түсті. Бензинмен жүреді. Алдыңғы жетекті, бағасы 11 миллион 190 мың теңге. Мынандай орнатылған екен. Келесі көлік бізде дәл сондай ақ түсті Hyundai Tucson соңғы модельдегі 2018 жылғы екен. 59 мың километр жүрген 2.0 автомат. Алдыңғы жетекті, бағасы 10 миллион 290 мың теңге. Іші матадан жасалған. Алдыңғысында былғардан жасалған еді. 11 миллион 190, аяқта 10 миллион 290. 900 мың теңге. Айырмашылық. Келесі көлік ескі модельді Hyundai Tucson. Яғни мыналардан алдыңғы шанақтағы. 2012 жылғы 150 мың километр жүрген екен. Қозғалтқышының көлемі 2.0 автомат. Толық жетекті, бензинмен жүреді. Сырты сұр түсті, іші қара түсті.
Бұлғарыдан жасалған. Бағасы 6.990.000 теңге, яғни 7 миллион теңге екен. Hyundai Creta. Hyundai Creta сырты сұр түсті. Ішінде чехол кигізілген екен, қапталған екен ішіндегі салоны. 45.000 км жүрген, қозғалтқышының көлемі 1.6 автомат. Алдыңғы жетекті. Ішінде іші матадан жасалған екен, қара түсті. Бағасы көліктің 7.140.000 теңге. Тағаланған баллондар орнатылған, шипованы. Келесі көлікке өттік, Nissan Juke. Ақ түсті. Мынандай тас деген жерлері бар екен. Көлік 2013 жылғы 80.000 км жүрген, 1.6 автомат. Алдыңғы жетекті, іші қара матадан жасалған автомат. 1.6 көлемді. Бағасы 5.190.000 теңге. Іші қатты ескірмеген. 2013 жылғы көлікке жақсы деп айтылам. Титанды диск. Келесі көлікке өттік, Suzuki Grand Vitara. Suzuki. Сұр түсті 2012 жылғы 125.000 км жүрген екен, қозғалтқышының көлемі 2.0 автомат. Іші қара матадан жасалған, қатты ескірмеген, толық жетекті. Бағасы көліктің 6.590.000 теңгеге бағалап тұр екен. Аяқ қоятын жері ұмытылған. Достар, осымен шығарылым тамамына жетті. Қиын болмаса лайк басып кетсеңіздер, достарыңызбен WhatsApp әлеуметтік желілерде бөлісіп кетсеңіздер, біз үшін, біздің канал үшін қазақша контенттік дамуына үлкен үлес қосқан болатын едіңіздер. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Баршаңызға рахмет.